Ақтауда ақын және әдебиетші Төлеген Айбергеновке арналған шығармашылық кеш өтті. Ұлттық әдебиетімізде құйрықты жұлдыздай ағып өткен талант иесін Маңғыстау жұртшылығы еске алды. Шараға ақынның қызы Салтанат Айбергенова қатысты. Қазақ поэзиясында биік шыңға шыққан ақын қысқа ғұмырында халқына өшпес мұра қалдырды. Бүгінгі шығармашылық кешке келгендердің қарасы қалың. Төлегеннің жырларын жаста жасамыс та сағынды, іздеп келді. Шарада ақын жайлы естеліктер айтылып, өлеңдері оқылды. Оның бір ойым бар және ақ қайындар сияқты өлеңдері музыкалық композицияларға негіз болды. Сонымен қатар Шәмші Қалдаяқовпен бірлесіп қазақтың әйгілі Ақ ерке ақ жайық әнін жазды. Облыс әкімі Нұрлан Ноғаев Төлеген Айбергенов қазақ поэзиясын жаңа деңгейге көтерген жаңашыл ақын екенін атап өтті. Қазақ айтады: ғалымның хат өлмейді, жақсының ат өлмейді дейді. Оның ат өлмейтін себебі өзінен тараған ұрпақтары ғана емес, Төлеген мектебінің түлектері. Солар жүргенде ататалып өткен ақындардың Төлеген Айбергеновке арнап жазған жырлары тұрғанда, және ол жырлардың барлығы қазақ поэзиясындағы айшықты орын алатын ескерсек, бұл өміршеңдігі мәңгі деп айтуға болады.